Жаңа 2019 жылда жақындап қалды. Санаулы күндерден соң халықтың көптен күткен мерекесі келеді. Петропавл айтулы мейрамды қарсы алуға дайын. Биыл облыс және қала бюджетінен шаһарды безендіруге 0 теңге бөлінді. Тұңғыш президент алаңында арнайы концерттік бағдарлама әзірленді. Бұл жолғы шара барлық жастағы адамдарға қарастырылды. Қала әкімі Марат Тасмағамбетов 2018 жылы атқарылған істерді саралап, өз құттықтауын тұрғындарға жеткізді. Облыс орталығының дамуында көптеген өзгерістер болып, ойлаған мақсаттарға қол жеткіздік. Мұның барлығы бірлесіп атқарған еңбегіміздің нәтижесі деп санаймын. Келер жыл мол табыстар әкеліп, халқымыз игілікке, мемлекетіміз молшылыққа жете берсін. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Биыл Петропавлдың басты шыршасының шамын жағу мәртебесі қала әкімі Марат Тасмағамбетовке берілді. Раз, два, три, елочка гори! Кейін мерекелік шара жалғасын тапты. Облыс орталығының өнерпаздары сахна төрінен ән шашуларын төгіп, жыл атаулары болып киінген әртістер жақындап қалған мейрам кейпін аша түсті. Жергілікті билік өкілдері өткен жылдық мейрамға дайындығын бағамдап, биылғы мерекеге тыңғылықты әзір екенін дәлелдеді. Осы жолы мұз қалашықтары ерекше үлгіде жасалды. Көзге айрықша сән берді. По поручению Акима области Облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың тапсырмасына сәйкес қала бюджетінен шаһарды безендіруге ақша бөлінбеді. Колледждер күшімен түрлі иллюминациялар әзірленді. Былтырғы фигуралар жөндеуден өтіп, қалыпқа келтірілді. Қаладағы мұз қалашықтарын жасауға 600 мың мұз блогы қолданылды. Айта кету керек, Петропавлда жаңа жыл қарсаңында 13 мұз қалашығы салынды. Олар қаланың барлық аймақтарын қамтыды. Бұл ерекше мүсіндер тұрғындар көңілінен шықты. От шашу да өз көркімен сүйсіндірді. Бүгінгі күн ұнады, барлық шырша бәрі жақсы екен, өте ұнады бізге. Рахмет осыны жасаған адамдарға, балалар үшін. Өте күшті болды, маған ұнады. Біз достарымызбен бәріміз жиналып келдік. Бәріңізді келе жатқан жаңа жылдарыңызды құттықтаймын, бәріңізге бақыт тілеймін, үйлеріңізде бәрі жақсы болсын. Өте жақсы өтті бүгін. Акимге мынандай рахмет, мынандай нені ұйымдастырған. Салюты да жаңа жылға осындай мереке неткен. Қала әкімдігі маңындағы тақырыптық архитектуралық пішіндерді өз талғампаз көрерменін тапты. Мереке қарсаңында барлық алаңдарда ине шаншар жер қалмады. Сондай-ақ биыл алғаш рет орталық алаңда мұз айдыны жасалды. Енді қалалықтар жалға коньки тебе алады.